Абдул-Азиз бен Баз деген бұлардың шейхтері бар. Абдул-Азиз бен Баз Танбихат фи рад аля ман тауала сифат деген кітабында 69 бетінде. Бұл Абу Осман Сабуни деген Ахли Суннаттың имамдарына раддие жазған кітабы бұл. Абу Осман Сабуни тәшбихті жоққа шығарады. Осы Ибн Баздың сөзін айтайын. Ибн Баз өз кітабында Танбихат фи радди аля ман тауала сифат деген кітабында, яғни Абу Осман Сабуни деген Ахли Суннаттың имамын жоққа шығарып отыр сол кітабында. Соның сөздерін жеке-жеке келтіріп жоққа шығарады өзінше. Сумма закара Сабуни хадахуллах дейді. Имам Сабуни келтірді дейді осындай сөз дейді. Неге? Танзихиллахи субханаху анил жисм вал хадақа дейді. Алланы денеден пәктеді дейді. Танзихиллах анил жисм вал хадақа, көзден Алланы көзден пәктеді дейді. Вас симах, құлақтың барабанынан пәктеді дейді Алланы дейді. Яғни Алланың симахы жоқ деп айтты Сабуни дейді. Вал лисан, Алланың тілі жоқ деп айтты дейді Сабуни. Вал ханжара, Алланың тамағы жоқ деп айтты дейді. Ва хада лайса би мазхаби ахли сунна дейді. Ол Ахли Суннаттың сөзі емес дейді.